Сәлем достар, мен бүгін сіздерге 10-нан 10 баға алатын эссе жазудың қарапайым формуласын көрсетемін. Эссе жазу кезінде көптеген адамдар қалай бастаймын, не жазу керек деген сұрақтар қойып жатады. Бұл видеода 5 қарапайым қадам арқылы кез келген тақырыпта керемет эссе жазуды үйрене аласыз. Ал соңында мен нақты мысалдар келтіретін боламын. Ең бірінші қадам тақырыпты және талданатын мәселені түсінуіміз қажет. Эссе жазбас бұрын алдымен тақырыпты талдап, мынадай негізгі сұрақтарға жауап беру қажет. Мен қандай мәселені ашуым керек? Аргументтер қандай болуы тиіс? Ол үшін мына тақырыпты мысалға алайық. Еңбек пен табыс арасында байланыс қандай деген? Бұл тақырыпта еңбексіз табысқа жету мүмкін бе, әлде жоқ па екенін қарастыру. Негізгі мәселеміз осы. Эссе негізінен 3 бөліктен тұрады: кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды. Олай болса, біз әр бөлімде не жазу керектігін анықтап алуымыз қажет. Кіріспе бөлімде негізгі мәселенің өзектілігін көрсету. Негізгі бөлімде 2-3 аргумент келтіріп, оларды мысалдармен дәлелдеу. Ал 3-ші бөлімде осы эсседе талданған мәселені қорытындылап жазу, яғни ой түю, өз пікірімізді қосу. Енді 3-ші қадам бұл кіріспе жазу. Кіріспе бұл адамның алғашқы кездесуі сияқты. Егер ол қызықсыз болса, онда оқырман одан әрі сізбен танысқысы келмейді. Ал сіздің міндетіңіз оқырманды бірінші жолдардан-ақ өзіңізге тарта білу. Оған мысал ретінде Бенджамин Франклин айтқандай, еңбек табыстың атасы деген қанатты сөзін алуға болады. Бірақ шынымен солай ма деген сұрақ қоямыз. 4-ші қадам негізгі бөлім, яғни аргументтер мен мысалдар келтіру. Негізгі бөлімде 2-3 аргумент келтіріп, оларды мысалдармен дәлелдеуіміз қажет. Бұл әдебиет, өмірден алынған мысалдар немесе тарихи оқиғалар болуы мүмкін. Ол туралы менің арнайы видеом бар, содан көруіңізге болады. Олай болса, негізгі бөлімде біз аргументті алайық. Ең бірінші аргументке мысалы, еңбек адамның жетістігін анықтайды деп. Оны қандай мысалмен дәлелдейміз? Яғни Томас Эдисон шамды ойлап табу үшін мыңдаған тәжірибе жасады. Бұл біздің аргументімізге мысал болады. 2-ші аргументіміз, бірақ кейбір табыстарға сәттілік те әсер етіп жатады. Оған мысал, Джоан Роулинг өзінің алғашқы кітабын кездейсоқ редактордың қолына бергеннен кейін ғана жариялай алды. Міне бұл біздің 2-ші аргументімізге келтірген мысалымыз. Ең соңғы қадам бұл 5-ші қадам, яғни онда қорытынды жазу. Қорытындыда негізгі ойды түйіндеп, сұрақтарға нақты жауап беру қажет. Мысалы, еңбек табысқа жетудің басты факторы, бірақ кейде сәттілік те маңызды рөл ойнайды. Адам еңбектенуден қорықпай, өз мүмкіндіктерін жіберіп алмау қажет. Енді міне бүгін осы видеода эссе жазудың 5 қадамын атап шықтық. Осыған байланысты қазір дайын эсседен мысал келтіремін. Кіріспе бөлімде еңбек пен табыс арасында байланыс ғасырлар бойы талқыланған тақырып. Кейбіреулер еңбексіз жетістікке жету мүмкін емес дейді. Бірақ шынымен солай ма деген сұрақ қоямыз. Негізгі бөлім. Біріншіден, еңбек адамның табысқа жетуінің негізі. Томас Эдисонның мысалы осыны дәлелдейді. Ол мыңдаған сәтсіз тәжірибеден кейін ғана шамды ойлап тапты. Екіншіден, кейде сәттілік те маңызды рөл ойнайды. Джоан Роулинг өзінің кітабын кездейсоқ редактордың қолына бермесе, Гарри Поттер әлемді жауламас еді. Енді соңғы бөлім бізде қорытынды бөлім. Оған былай деп жазамыз: қорытындылай келе, еңбек табысқа жетудің басты жолы, бірақ кейде сәттілік те табысқа әсер етуі мүмкін. Дегенмен кездескен әрбір мүмкіндікті жіберіп алмауымыз қажет. Міне осылай біз эссемізді аяқтаймыз. Міне біз бүгін 10-нан 10 баға алатын эссені жазудың
қарапайым формуласымен таныстық. Тақырыпты түсініп, жоспар құрып, кіріспе негізгі және қорытынды бөлімді ажырата отырып, эссені сауатты жазуымыз қажет. Бұл видео сіздер үшін пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркеліп, қандай эссе тақырыбы қажет, сол туралы пікіріңізді қалдырып кетіңіз.